Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сүзбелі творог жасаймыз. Яғни творожный пирог жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн керек. Бұл ұнымызға біз 1 шай қасық қамыр қопсытқыш салатын боламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз оны. Және оған 50 грамм шекер салатын боламыз. Жақсылап араластырамыз шекерімізді да. Ашықпай араластырып аламыз жақсылап тұрып. Енді 130 грамм майымызды саламыз. Бөлме температурасында тұрған майымызды саламыз. Сары май болмаса маргарин бола береді. Және бір жұмыртқамызды жарамыз. Енді осылардан жақсылап тұрып қамыр илейміз, араластырып тұрып. Егер де не қылып жатса, бір 50 грамм қаймақ қосып жіберсеңіздер болады. Қоспай ақ қойсаңыздар да болады, жұмсақ болсын десеңіздер. Мен қоспай жасай беремін. Қамырымызды осылай формамызды майлап аламыз да, жаймен саламыз. Қолмен осындай ұмтақ болады шы қамырымыз. Кәдімгідей иленіп тұрған қамыр сияқты емес, осындай ерекше. Осылай жабыстырып, бәрін орналастырып шығамыз қамырды. Осылай міне қамырымызды жайып аламыз осылай. Енді біздер бұны қоя тұрамыз. Енді біз сүзбемізге кірісеміз, творогымызға. Бұған қазір 130 грамм шекер қосамыз бұған. Ванилин да қоссаңыздар болады, бірақ мен қоспаймын. Ванилин қосамыз. Енді мынандай кукурузный крахмал қосатын боламыз. 2 ас қасық кукурузный крахмал қосып, жақсылап тұрып, бәрін араластырып, сосын погруженный блендермен еземіз жақсылап тұрып. Жақсылап араластырып аламыз да. Бұған да 20-30 грамм қаймақ қоссаңыздар болады. Және бір жұмыртқаны жарамыз. Бір жұмыртқаны жарып, жақсылап араластырамыз. Блендермен еземіз енді. Міне осындай дайын болған массамызды, сұйық массамызды бұлай қамырдың үстіне құямыз. Енді осы қамырымызды печкеге 180 градусқа 30-35 минутқа қоямыз. Енді өздеріңіздің печкелеріңіздің жағдайына қарайсыздар. Кейбіреуінікі 30-25-30 минутта піседі, ал менікі 30-35 минутта піседі. Пирогымыз дайын болды. Творожный пирог, сүзбелі пирог. Өте керемет шыққан. Дәмін әлі көрген жоқпын енді. Бұны мен кеспеймін, мен бұны заказға істедім. Сіздермен бөлістім рецебін.
ұнаса менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Байыса қазақ байысын. Сіздермен болған Эльмира. Келесі кездескенше сау болыңыздар.